Ассалаумағалейкум. Детоксымыздың бүгін 4-ші күні. Ең алдымен завтрактан бастайық. Қыздар, маған подписация етіп, лайк басып және қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Мен әлі де енді 5-ші күннің детокс менюін салатын боламын. Бізге завтракке груша, құлпынай, миндаль жаңғағы, піскен гречка және құрма қажет болады. Осыларды су қосып жақсылап араластырамыз. Мінеке дайын болды. Екінші біздің перекусымыз ол сәбіз бен апельсиннен тұрады. Оған да су араластырып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінеке дайын болды. Біздің бірінші перекусымыз өте дәмді болып шығады, қыздар. Істеп көріңіздер міндетті түрде. Енді үшінші бізде обед. Ол үшін бізге осындай тауықтың төс еті қажет болады. Оны майдалап, турап, ыдысымызға салып, 15-20 минутқа пісіретін боламыз. Піскеннен кейін осындай дайындап қойған чечевицамызды салып, кішкене шым-шым тұз салып, бұны да 10 минутқа пісіретін боламыз, толықтай піскенше. Мінеке біздің тамағымыз дайын болды. Енді осыны жақсылап майдалап, ыдысымызға құйып қоятын боламыз. Өте дәмді болып шығады, қыздар. Екінші біздің перекусымыз ол грейпфрут және алма мятадан тұрады. Осылардың үстіне суды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінеке дайын болды. Оны ыдысымызға құямыз. Ал енді ужинымыз. Ол үшін бізге 2 ағзат қажет болады. Ол айран мен қызылша. Оны да екеуін бірге қосып, жақсылап араластырып, осындай ыдысымызға құйып қоятын боламыз, қыздар. Мінеки біздің смузиларымыз дайын болды. Ас болсын. Видеоның аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.